Сәлем достар, бүгін сіздермен тауықтан жасалатын пирог дайындаймыз. Қамырын дайындау үшін ыдысымызға қаймақты саламыз, үстіне ас содасын салып, жақсылап араластырамыз. Кейін үстіне ерітілген сары майды, жұмыртқаны және де тұзды салып, жақсылап біркелкі масса болғанша араластырамыз. Одан кейін алдын ала електен өткізілген ұнды салып, араластырып, жұмсақ қамыр илейміз. Кейін дайын болған қамырды бетін жауып 20 минутқа демалуға қоямыз. Келесі салмасын дайындаймыз. Салмасын дайындау үшін тауық етін майдалап турап аламыз. Келесі картоп пен пиязды да осылай майдалап турап аламыз. Достар, қолдау ретінде менің каналыма жазылып, лайк басып, комментарий бөлімінде өз ойларыңызбен бөлісе кетіңіздер. Салмасына дәміне қарай тұз бұрышын салып, жақсылап араластырамыз. Кейін қамырды бірдей етіп 2 бөлікке бөліп аламыз. Қамырдың бір бөлігін алып, оқтаудың көмегімен дөңгелек қылып жаямыз. Пергамент қағазы төселген противеньге орналастырып, салмасын саламыз. Дәмді болып шығу үшін бетіне сары май қоссаңыздар болады. Қамырдың екінші бөлігінде ноқтаудың көмегімен жайып алып, бетін жабамыз. Шеттерін қолымызбен біріктіріп шығамыз. Ортасын пышақпен кесіп, бетіне жұмыртқаның сарысын жағып шығамыз және де 170 градуста 45 минут пісіріп аламыз. Өте дәмді әрі тез дайындалатын пирогымыз дайын. Ас болсын.